Мінекей, бұл менің көлігім. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, менің көлігімде арабша жазу жазылған. Бұл көпшілігі қоғамда осы сөздердің немесе осыған ұқсас арабша сөздердің мағынасын біле бермейді. Бұл аяттың мағынасы қиындықпен бірге жеңілдік бар деген мағынаны береді. Автокөліктердегі араб жазулары қазақ тілінің қабылдауына әсер етіп, тілдің көп мәдениеттілігін арттырады. Бұл жазулар әсіресе жастар арасында қызығушылықты тудырып, араб тілін үйренуге немесе мәдениетке деген қызығушылықты күшейте алады. Алайда, егер артықшылықтар мен теріс әсерлер арасындағы тепе-теңдік сақталмаса, қазақ тілінің таза формасына қауіп төнуі мүмкін. Қазақ тілі қазақ мәдениетімен бірге біте қайнасып жатқан рухани қазына. Қаймақты тілді пайдаланбай, қаспақтың түбін қырып жүргендерге айтарымыз, әркімнің ана тілі тірлік үшін керек, ал мемлекеттік тіл бірлік үшін керек екенін ұмытпайық.